Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерменен өте дәмді жаркоя дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жуамызды дәл осылай ұсақтап турап аламыз. Тәтті бұрышымызды, сәбізімізді, картопымызды және қызанағымызды ірі етіп осылай турап аламыз. Қызып тұрған майымызға етімізді салып жақсылап қуырамыз. Үстіне жуамызды салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Және бетін жауып бұқтырып қоямыз. Енді үстіне помидорымызды саламыз. Помидорымыздың соғы шығып дайын болғаннан кейін үстіне сәбізімізді саламыз. Үстіне қалауыңызша тұз, лавр жапырағын, приправа және қызыл бұрыш пен қара бұрышты саламыз. Азғантай су құямыз. Суымыз қайнағаннан кейін үстіне картопымызды және тәтті бұрышымызды салып, бетін жауып бұқтырып қоямыз. Қажет болса, үстіне сарымсақ салуларыңызға болады. Тамағымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Барлығыңызға ас болсын.